Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен бірге ай тұтылуы туралы айтатын боламыз. Бірінші жуықтауда айдың жерді айналу орбитасы нақты шеңбер емес, эллипс тәріздес деп алынады. Ал айдың жерге ең жақын нүктесі перигей, ең алыс нүктесі апогей деп аталады. Бұл бар болғаны кішкентай айырмашылық, бірақ ол ай өлшемін кішірейтіп және үлкейтіп көрсетуге жеткілікті. Жер күн мен айдың ортасында болған кезде ай тұтылуы болады, яғни жердің көлеңкесі айдың бетіне түседі. Басқаша айтқанда, аталған аспан денелері бір қатарға тұрады. Жердегі бақылаушы үшін көрінетін аспан сферасындағы ай, түйіндер деп аталатын нүктелерде айна 2 рет эклиптика жазықтығын қиып өтеді. Айдың тұтылуының түрі мен ұзақтығы айдың орбиталық түйінге қатысты орналасуына байланысты. Егер ай орбитасының жазықтығы эклиптика жазықтығымен дәлбеттессе, онда әрбір жаңа айда күн тұтылуы, ал әрбір толған айда ай тұтылуы болып тұрады. Ай өзінің жер айналасындағы қозғалысында көлеңке шетін жанап өтсе, онда тұтылу жартылай болады. Егер ол толығымен жердің көлеңкесіне енсе, онда айдың толық тұтылуы орын алады. Жер атмосферасынан сынған күн жарығы оған қызғылт түс беріп таралады, және бір жағынан ай пішінін жарықтандырады. Осы уақытта қанды ай ұғымы келіп шығады. Айдың толық тұтылуы ұзаққа созылады, 2-3 сағат дерлік болуы мүмкін. Жердің барлық нүктелері үшін ол бір уақытта басталып және бір уақытта аяқталады, әрі айға қараған жердің бүкіл жарты шарында бірдей байқалады. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.